Баламның сабақ оқығысы келмейді. Әрбір ата-анаға таныш жағдай. Сәлем, құрметті достар, сіздермен Әсемнұр. Бүгін сіздермен сабақты тиімді оқытудың 7 тәсілімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сабақты тиімді оқытудың бірінші тәсілі балаға білімнің қаншалықты маңызды екенін түсіндіріңіз. Өзіңіздің басыңыздан өткен қиындығы мен қызығы мол кезеңдердің барлығын айтып беруге тырысыңыз. Екінші, балаңызға уақытты тиімді пайдалануды үйретіңіз. Үй тапсырмасы басқа жұмыстарға қарағанда өте маңызды екенін айтыңыз. Телефон, теледидар, ойын сияқты дүниелерге тек бос уақытта ғана көңіл бөлу керектігін айтыңыз. Үшінші, балаңызды қинап оқытпаңыз. Сабақ оқы, бұйырып, ұрсып, бөлмеге қамап оқыту деген сияқты әдістер өте тиімсіз әдіс болып табылады. Төртінші, балаңыздың араласатын ортасына мән беріңіз. Орта адамның жүріс-тұрысына, мінез-құлқына өте қатты әсер етеді. Бесінші, балаңызға демалыс беріңіз. Есеп шығарудан, кітап оқудан баланың жалығатынын түсінуіміз керек. Алтыншы, сыйақы беру. Кез келген жұмыста сыйақы берілетін болса, адамдар жұмысын тиянақты жасауға тырысады. Сол себепті сізде балаңызбен кішкене келісімшарт жасауға тырысыңыз. Балаңыздың алдына мақсат қоюды ұмытпаңыз. Мақсатқа жету үшін шабыттандырыңыз, шынайы өмірге дайындаңыз. Көбіне біздер ұрсу жағына бірінші орын алып жатамыз. Негізі балаға ұрыспай, көбіне мотивация беріп, шабыттандырып отыруымыз қажет. Өзіңіздің досыңыздай сырласып, білімнің қаншалықты маңызды екенін түсіндіріңіз. Сіз ата-анасыз, сіз мұғалімсіз, сіз педагогсыз, сіз психологсыз, сіз ғана балаңызды түсіне аласыз. Сіздермен болған Әсемнұр. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі тақырыбымызда баланың логикасын дамыту жолдары туралы айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар.